жатыр Маржан ханым. Ашулысыз. Ашулы емес. Менде бәрі күшті, вообще талқыламаймын деген ғой, өзі тез өтті ғой. Тұрмыста болған қыздарым деп банкі жапқан. Сол кезде ана мамасы келіп отқан еді Шолпанның. Өздері же банкі жаба алмайды. Не Шолпан сөйтіп мамасына келіп сұрап қайта-қайта екі жыл деп сестренкасы бар, өтесін бүйтесін деп айтқан болатын да. Енді мен ол сияқты ана жерде отқан жоқ болса мен де сұрап алатынмын. Енді әділ болса, жаңағыдай Шолпан әділ жөнінде бір орын алса, мен ештеңе демейтін, мен өзім әділ адам ретінде, мен просто жарайды деп мен ұтылғанын мойындап қоя салдым. Мен де алдым мысалы Юлия ханымдармен түскен кезде мен андай Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Шүкір, жақсы, өздеріңіз. Не болып жатыр мына жерде қыздар арасында? Қыздар арасында енді қыздардың арасындағы бұл баяғыдан келе жатқан азаматтық соғыс десек те болады ғой, бір-бірін енді. Жеңілген жерде жеңіс те болады. Негізі қазақтар айтады ғой, қатысушылардың жеңуге бар әркімнің таласы дейді. Дұрыс, таласқан жеңіске таласу керек адам. Бірақ бұл жерде жеңгеннен кейін енді өзін қатты ақтап, мен андай істедім деудің қажеті жоқ. Олбек, қазір болып жатқан ситуацияға келетін болсақ, Индира ханымның Әселге келген ер азаматқа қатты айтты деп ойлайсың, әлде орынды деп ойлайсың бұл пікірді? Мен қатты айтты деп ойлаймын. Себебі адам өзінің рухын жинап келген кезде ол кісіні өйтіп тренировать түріне түсуге болмайды деп ойлаймын. Тем более қандай адам болса да адамның түрін сынауының қажеті жоқ. Аха, рахмет. қуандым да мысалға, жарайды орын алдым болды деген, ол кезде әділ өтті да мысалға да. Кеше мысалы сондай нәрсе көргеннен кейін просто сондай болды. Әділ өткен жоқ деп ойлайсыз ба сонда? Әділ өткен жоқ, да. Шолпанды көтермелеу болды, себебі мысалы Талшын Шолпанның жапқан банкісін Талшын жапты, Шолпанның кескен балығын Талшын да солай істеді, бірақ Талшынға шамалы төмен балық қойылды. Сосын менің балықтарым өте дәу-дәу екі балық болды, Шолпанды кішкентай екі балық болды. Қайырлы күн болсын достар, қалдарыңыз қалай, апталарыңыз берекелі, мерекелі болсын. Жалғас екеумізден жалғыз сәлем барлығына. Қанғалы жалғас. Жақсы, сен барлығы көбісі айтады. Бір менен бір қашып отырған сияқты, қорқып отырған сияқты деген сияқты. Қостанайда да сен звезда екенсің. Қостанайлықтардың барлығынан дұғай сәлем айтып жатыр. Сен туралы. Бұл жерде кім мақталып жатыр? Шолпан ханымның ақталып отқанын бәріміз көріп тұрмыз. Негізі Шырайлым өте дұрыс сұрақ қойды. Оп-оңай элементарный, бәріміз білетін сұрақ. Жерде қанша материк бар деді. 6 материк деді. 6 материк айтып бересіз. Солтүстік Америка, оңтүстік Америка, Африка, Евразия, Австралия, Антарктида дейді. Болды ғой. Дұрыс болмайтын еді бұл нәрседен. Түсінікті. Және мен тағы бір не көрейін. Мнениялар өте керемет екен. Сен жоқ, екі күн ұрысып кетті, байқадың ба? Иә, бар сонда айтып отыр. Будто менің нем жоқ кеткен сияқты жоқ. Бұл жалғас просто өткір ойларын керемет жеткізе алады. Кәдімгідей өз-өзіне тұрып берді. Енді аптам сәтті өтсін.